қызмет ету Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ашылғаннан бастап жұмыс жүргізіп келе жатқан маңызды бағдарламалардың бірі. Бағдарламаның мақсаты адами рухани құндылықтарды қалыптастыру, азаматтық жауапкершілік пен толеранттылыққа тәрбиелеу, қамқорлықты қажет ететін жандарға көмектесуге шақыру, қоғам өміріне белсене араласуға үйрету. Қоғамға қызмет ету бағдарламасы мектеп оқушыларынан құралған еріктілер тобы арқылы келесі бағыттарда жүзеге асады. Медиа еріктілік. Мектеп еріктілері медиа еріктілік бағыты бойынша көшеге шығып қала тұрғындарынан қоғамда орын алып жатқан әлеуметтік құбылыстар мен мәселелер төңірегінде пікірін анықтап сауалнама алып отырады. Әлеуметтік сауалнама келесі сатылар арқылы жүзеге асады. Еріктілер әуелі қоғамдағы ең өзекті әлеуметтік мәселелерді анықтайды. Сол бойынша жауапты куратормен бірге арнайы сұрақтар дайындап, сабақтан тыс уақытта видеокамера мен микрофонды қолға алып, 2-3 топқа бөлініп қала көшелеріне шығады. Сұрақтар белгілі бір мәселе төңірегінде қала тұрғындары қаншалықты хабардар екендігінен бастап, оның оң шешімін табуға итермелейтін жайттарды ұсынуды қамтиды. Әртүрлі жас пен қоғамдық статустағы тұрғындарға сұрақтар қойылып сауалнама алынады. Сауалнаманың соңында анализ жасалынып қорытынды шығарылады. Бұдан бөлек, еріктілер белгілі бір әлеуметтік тақырыптар таңдап, соның төңірегінде бейнебаяндар түсіріп, әлеуметтік мәселелерді де жеткізіп қана қоймай, оларды шешуге де ұмтылады. Әлеуметтік еріктілік. Әлеуметтік еріктілік дегеніміз қаламыздағы түрлі әлеуметтік мемлекеттік мекемелерде қоғамға қызмет ету бағдарламасын жүзеге асыру. Бүгінгі таңда мектеп еріктілері қаламыздағы нөмірі 4-ші Кәусар интернаты, Бауыржан отбасы үлгісіндегі балалар үйі мен сал ауруына шалдыққан балаларға арналған кей-жол оңалту орталығымен жұмыс жасайды. Әлеуметтік еріктілік келесідей қадамдар арқылы жүзеге асады. Оқу жылының басында қоғамға қызмет ету бағдарламасына жауапты педагог ұйымдастырушы кураторлар қаламыздағы көмекке мұқтаж әлеуметтік мемлекеттік мекемелерді анықтайды. Онда барып тыныс-тіршілігімен танысып, қажеттіліктері мен ерекшеліктері бойынша зерттеу жасайды. Одан бөлек, мектебімізбен жылда жұмыс жасап жүрген тұрақты серіктес мекемелермен әрі қарай жұмысты жалғастырады. Зерттеу негізінде жауапты куратор арнайы бағдарлама құрып, екі мекеменің әкімшілігіне қарауға ұсынады. Әкімшілік қажет жағдайда толықтырулар енгізіп, жылдық жұмыс жоспарына қол қойып бекітеді. Жоспар негізінде еріктілер әр мекемеге тиісінше апта сайын 2 аптада немесе айына бір рет баруы мүмкін. Бағдарлама әлеуметтік мекемелердегі балалардың ерекшелігіне орай келесідей бағыттарды қамтуы мүмкін: ағылшын тілі сабағы, орыс тілі сабағы, математика сабағы, интеллектуалды танымдық ойындар, белсенді қозғалыс сағаты жобасы, яғни денсаулыққа пайдалы физикалық жаттығулар мен түрлі спорт ойындары, әр алуан бағыттағы үйірмелер, шаш өру, кубик рубикті жинау, қолөнер, сурет салу, тағы да басқа. Мереке қарсаңына арнайы концерттік бағдарламалар қою, қайырымдылық акциялар негізінде гуманитарлық көмек ұсыну және тәрбиешілерге әдістемелік көмек ретінде педагог ұйымдастырушы кураторлардың ұйымдастыруымен өтетін семинарлар. Қоғамға қызмет ету бағдарламалары оқушылардың сабақтан тыс уақытында қойылуы тиіс. Әдетте аптаның соңына қарай жұма не сенбі күндері жүзеге асады. Одан соң мектептің әлеуметтік желілеріне хабарландырулар жіберіліп, қоғамға қызмет еткісі келетін еріктілер таңдалады. Еріктілер тобы жасақталған соң бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес міндеттері бөлінеді. Өз міндеттеріне орай оқушылар аптаның басында әлеуметтік мекемеде сол аптада өтілетін материалдарды жауапты куратормен бірге дайындауы қажет. Жауапты кураторлар аптаның басында мектеп бөлімінен барып келуге қызметтік хат жазып, мектеп директорынан рұқсат сұрайды. Оқушылардың өмір қауіпсіздігін өз мойнына алған жауапты куратор оқушыларды мектеп бөлімімен бірге алып барып, қайтадан мектепке әкеліп тастайды. Әр аптаның соңында педагог ұйымдастырушы кураторлар қоғамға қызмет ету бағдарламасының қалай жүзеге асқандығы туралы фото-суреттерді қоя отырып есеп жазады. Оны қоғамға қызмет ету бағдарламасының арнайы папкасына салып қояды. Гуманитарлық еріктілік. Еріктілеріміз көмекке мұқтаж жандарға гуманитарлық көмек көрсетуден де тыс қалған емес. Бұл мақсатта қайырымдылық қадірлі іс, балаларға бағыт сыйла, жақсылық жасай білейік сынды қайырымдылық акцияларын ұйымдастырып, балалар үйінің тәрбиеленушілері көп балалы және көмекке мұқтаж отбасыларға қол ұшын беріп келеді. Гуманитарлық еріктілікті жүзеге асыру мақсатында жауапты кураторлар қайырымдылық акциясының өтілу мақсаты мен барысын анықтайды.
Мектебімізде оқушылар, ата-аналар мен мектеп ұжымы өзіне қажет емес заттарды қайырымдылыққа ұсынуға арналған арнайы қайырымдылық сөресі бар. Сөре киім-кешектер, ойыншықтар, пенсия заттары, аяқ киім мен басқа да заттарға арналған қаталарға бөлінген. Акцияның өтілу мерзімі мектеп әкімшілігінің келісімімен бекітіледі. Жауапты кураторлар акцияның өтілу жайына жарнама жасап, мектеп дәлізі мен әлеуметтік желілерде жариялайды. Еріктілер акция өз мәресіне жеткен соң жиналған заттарды балалар үйіне, көп балалы отбасылар мен көмекке мұқтаж жандарға үлестіреді. Акцияның есебі таңғы сап түзеу кезінде және мектептің әлеуметтік желісінде жарияланады. Сонымен қатар, мектеп еріктілері түрлі қайырымдылық концерттері, би кештері мен жәрмеңкелерді өткізу арқылы қаражат жинайды. Жиналған қаражатты балалар үйі тәрбиеленушілеріне, көп балалы отбасының балаларына мереке қарсаңында сыйлық алуға жұмсайды. Ғылыми еріктілік. Ғылыми еріктілер интернет қорды қажетті ақпараттармен толықтырып, қазақша контентті дамытуға үлес қосып отырады. Одан бөлек, жалпы орта мектеп оқушыларына ағылшын тілі, орыс тілі, математика пәндері бойынша сабақ өтіп, IELTS емтиханына дайындалуға қол ұшын береді. Жалпы білім беретін мектептерде жүзеге асатын ғылыми еріктілік бағыты мынадай кезеңдер арқылы орындалады. Алдымен қаламыздағы ағылшын тілі, орыс тілі мен математика деңгейін жоғарылатуы тиіс жалпы білім беретін мектептер анықталады. Бұл ретте мектептердің соңғы оқу жылдарындағы білім көрсеткіші негізге алынады. Жауапты кураторлар сол мектептерге барып, тыныс-тіршілігімен танысады, қажеттіліктер мен ерекшеліктерін анықтайды. Одан соң арнайы бағдарлама құрылып, жылдық жұмыс жоспарына екі мекеме басшыларының келісімімен қол қойылады. Қажет жағдайда әкімшілік тарапынан түзетулер мен толықтырулар енгізіледі. Жоспар бекітілген соң соның негізінде еріктілер серіктес мектептерге сабақтан тыс уақытта, әдетте аптаның соңына таман, әр апта сайын 2 аптада немесе айына 1 рет баруы мүмкін. Бағдарлама келесідей бағыттарды қамтиды: ағылшын тілі сабағы, орыс тілі сабағы, математика сабағы, IELTS емтиханына дайындық. Одан соң мектеп дәлізі мен әлеуметтік желілерге хабарландыру жіберіп, еріктілер таңдалады. Жиналған еріктілер жұмыс жоспары бойынша өзара міндеттерін бөліп алады. Еріктілер әр аптаның материалдарын апта басында жауапты куратормен бірге дайындайды. Жауапты куратор аптаның басында мектеп көлігімен барып келуге қызметтік хат жазып, мектеп директорынан рұқсат алады. Оқушыларды мектеп көлігімен бірге алып барып, қайтарда мектепке әкеліп тастайды. Апта соңында педагог ұйымдастырушы кураторлар қоғамға қызмет ету бағдарламасының орындалу барысы туралы фотосуреттерді қоя отырып есеп жазады. Экологиялық еріктілік, тазалық, денсаулық кепілі. Осы ұранды ұстанатын экологиялық еріктілер мектеп тазалығына қашанда үлес қосып келеді. Экологиялық еріктілікті жүзеге асыру барысында мектеп әкімшілігі 2 аптада 1 рет сенбілік ұйымдастырып отырады. Оқушылар күн жылы кезде дала жұмыстармен айналысып, күн суық кезде оқу бөлмелерін тазалайды. Көктем мезгілі келгенде мектеп ауласына гүл мен ағаштар отырғызады. Екіншіден, сыныптарға мектеп территориясы қыс мезгілінде оқу бөлмелері бөлініп беріледі. Оқушылар сыпырғы, күрек, тырма, қоқысқа арналған қап, тағы да басқа сенбілікке қажетті заттармен қамтамасыз етіледі. Үшіншіден, сенбіліктің жүзеге асу барысын әр сыныптың кураторы қадағалап, мектеп әкімшілігіне есеп береді. Одан бөлек еріктілер қалалық деңгейдегі сенбіліктерге де белсене атсалысып, экологиялық мәселелерге көз жұмып қарамауға шақыратын еріктілер флешмобтарына да қатысып отырады. Ивент еріктілік. Ивент еріктілік дегеніміз қалалық, республикалық және халықаралық деңгейдегі әр алуан ивенттерді, яғни іс-шараларды ұйымдастыруға атсалысып, еріктілік көмек көрсету.
Мектебімізде қазіргі уақытта ивент еріктілікпен айналысатын НАС волонтер Шымкент еріктілік тобы бар. Бұл еріктілікті жүзеге асыруда біріншіден қоғамға қызмет ету бағдарламасына жауапты педагог ұйымдастырушы куратор оқу жылының басында мектеп дәлізі мен әлеуметтік желілеріне хабарландыру жіберіп, ивент еріктілікпен айналысқысы келетін еріктілерді жинайды. Еріктіліктің аталмыш түрі мектеп қабырғасынан тыс жерде жүзеге асатын болғандықтан, көбіне жоғарғы сынып оқушылары, әрі кей кездері сабақ уақытынан босатуға тура келгендіктен сабақ үлгерімі жақсы оқушылар алынады. Екіншіден, еріктілер тобы жиналған соң, жауапты куратор мектеп директорына қол қойдырып, тізімді бекітеді. Үшіншіден, еріктілер тізімі мен жұмыс бағыты анықталған соң, еріктілер түрлі әлеуметтік желілерден еріктілік көмекті қажет ететін, жас ерекшеліктері мен қоғамдағы статустарына сай келетін, әрі өздеріне де қызықты іс-шараларды үнемі іздеп отырады. Төртіншіден, белгілі бір іс-шараны тапқаннан соң, ұйымдастырушылармен хабарласып, еріктілік көмек ұсына алатынын жеткізіп, өзара келісімге келеді. Бесіншіден, егер іс-шара сабақ күндері болатын болса, жауапты куратор мектеп директорының атына арнайы қызметті хат жазып, ивент болатын күні еріктілерді сабақтан босатуын сұрайды. Олардың денсаулығы мен өмір қауіпсіздігіне жауапкершілікті өз мойнына алып, ивенттің басынан аяғына дейін оқушылардың жанында болады. Алтыншыдан, әр іс-шарадан соң еріктілер жиналыс жасап, қаншалықты нәтижелі жұмыс атқарғандықтары туралы өзара есеп береді.